Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай апельсиннен рулет дайындайтын боламыз. Өте нәзік әрі дәмді болып шығады. Міндетті жасап көруге кеңес беремін. Видеомды соңына дейін көріп, лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқаны жарып, үстіне құмшекерді қосып, миксермен көпіргенше аппақ болғанша миксерлейміз. Миксердің жылдамдығын әр минут сайын көтеріп отырамыз. Осылай жұмыртқа аппақ болып, 2 есе көтерілгенде дайын болады. Енді апельсинді осы пирогымызға қосуға дайындаймыз. Ең алдымен қабығын осындай терканың ең майда бөлігінен өткіземіз. Осылай қабығының барлығын ашып дайындап алдық. Енді шырынын да шығарамыз. Осылай апельсинді ортасынан бөліп кесеге дайындап аламыз. Енді жаңағы жұмыртқалы массамызға осы қабығын теркадан өткізілген және осылай согын құйып, пісе майды құйып, тағы да барлығын араластырамыз. Енді үстіне ұн мен разрыхителді араластырып, осылай қосып миксерлейміз. Барлық құрамның мөлшерін апельсинге қалдырып кететін боламын. Осымен қамырымыз дайын болды. Осы қамырымызды пергамент қағазға құйып, осылай жан-жағына барлығын төртбұрыштетіп жайып, 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Қамырымыз пісіп шықты. Енді үстіне осылай екінші пергамент қағазын қойып, айналдырып, осы пергамент қағаздан босатып аламыз. Одан соң осылай пергамент қағазға орап, суытуға қойып қоямыз. Себебі бірден піскен ыстық қамырдың үстіне осылай кремді жағып, орайтын болсаңыздар, крем еріп кетуі мүмкін. Сондықтан бірінші осылай суытып алу керек. Оған дейін арасына жағатын крем дайындайтын боламыз. Мен сливкеден крем дайындадым. Осылай сливкеге құмшекерді қосып, жақсылап миксерлеп алдым. Сіздер басқа да крем түрлерін пайдалансаңыздар болады. Қамыр толық суығаннан кейін осылай кремді жағып шығуға болады. Кремді барлық шетіне төртбұрыштетіп жайып, арасына апельсинді бірнеше бөлікке бөліп, майда етіп қосып жіберсеңіздер де болады. Және видеодағыдай асықпай орап шығамыз. Енді рулетті әркім өз қалауынша сәндеуге болады. Мен кремнен кішкене қалдырған болатынмын, соны мешокқа салып, осылай бетіне сәндеп шықтым. Және үстіне апельсинді майдалап турап, осылай бетіне қойдым. Өте әдемі болып шықты. Сіздер де солай сәндесеңіздер де болады. Осымен рулетіміз дайын болды. Өте нәзік әрі ерекше дәмді болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Видеомды лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.